Егер түнде шкафта біреу дем алып тұрғанын естісең, есікті ашар ма едің? Бұл шкаф 20 жыл бойы ашылмаған, бірақ түнде өзі ашылады. Олар жай шкаф деді, бірақ одан бір адам жоғалып кетті. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, дайын болсаң, біз бастаймыз. Бұл оқиға Алматының шетінде орналасқан ескі үйде басталды. Мен бұл пәтерге көшкенде ішіндегі жиһаздардың бәрі бұрынғы иесінен қалған еді. Әсіресе бір үлкен қара қоңыр шкаф көзге бірден түсетін. Шкафтың есігі сықырлап ашылатын, ал ішінен біртүрлі суық иіс шығатын. Алғашында мән бермедім, бірақ сол түні түнгі сағат 03:17 мен оянып кеттім. Себебі бөлмеде біреу қозғалғандай дыбыс шықты. Дыбыс дәл шкафтың ішінен келіп тұрды. Мен демімді ішке тартып қозғала алмай жаттым. Шкафтың есігі сәл ғана ашылып, жабылғандай болды. Сол сәтте телефон экраным өзі жанып кетті. Шкафтың есігінің ішкі жағында айна бар еді. Телефон жарығы сол айнаға түсті. Мен көргенімді өмір бойы ұмытпаймын. Айнада менің артымда тұрған біреу көрінді. Беті жоқ, бірақ көлеңкесі анық. Ал шкафтың есігі баяу ашылып жатты. Келесі күні көршілерден сұрастырдым. Бұл пәтерде бұрын жалғыз қария тұрған екен. Ол бір күні ғайып болған. Полицияда, туыстары да табылмаған. Соңғы рет көршілер оны шкафпен сөйлесіп отырғанын көріпті. Мен қорқсам да шкафты ашуға бел будым. Ішін ашқанда ішкі қабырғаларында тырнақпен қашалған жазулар бар екен. Ол мені шығармайды, түнде тыныс алады. Ал төмендегі бұрышта адам саусақтарының іздері қалған. Сол түні мен кетуге дайындалып жатқанмын. Түн ортасында шкафтың есігі тарс етіп ашылды. Бөлме мұздай суып кетті. Ал ішіне сыбырлаған дыбыс шықты. Енді сенің кезегің. Мен қашып шықтым. Пәтерге қайта оралмадым. Бір аптадан кейін ол пәтерде жаңа жалға алушы жоғалып кетті. Ал шкаф әлі сол жерде тұр дейді. Түнде есігі өзінен өзі ашылады. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.